Біріншіден жаңа жылмен құттықтаймын барлығыңызды. Бақ береке тілеймін әрқайсыңызға. С Новым годом хочу поздравить. Я думаю, и в будущем году будем также вместе совместно работать. Айта беріңіз. Рахмет. Ерлан Жақанұлы, сұрақ мынандай, сіздер құрып жатқан жаңа Қазақстан мен ескі Қазақстан арасында текетірес жүріп жатыр деген қоғамда пікір етіп жатыр. Бұған себеп экс-президент Назарбаевтың Астана клубы жиынын өткізу, одан әрі Ресейге бар Путинмен кездесуі. Халықтың алаңдауына негіз бар ма? Халықтың алаңдауына, сіздің де алаңдауыңызға негіз жоқ. Бірінші кезекте ешбір қос билік бүгінгі күнде жоқ, ол болуы мүмкін емес. Бүгінгі күнде барлық шешімдерді біздің халық басым көпшілікпен сайлаған мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өзі қабылдап отыр. Ал жаңағы сұрағыңызға келсек, экс-президент бүгінгі мемлекеттік мәселелерге, мемлекеттік істерге ешбір араласпайды. Біріншіден, екіншіден, жаңағы оның кездесулері, немесе өткізіп жатқан іс-шаралары, жүрген жол сапарлары, оның барлығы ол жеке азамат ретінде өзінің құқығын пайдаланып жүрген іс-шаралары мен кездесулер. Яғни қоғамның алаңдауындағы себептің бірі, мысалы, бір уақытта бірнеше қалада жаңағы жылу электр орталықтарында техникалық ақаулар орын алды. Бұны да бір диверсия, саботаж деген ойлар айтылып жатыр. Мүмкін бе ондай? Енді мен олай ойламаймын, себебі оның әртүрлі себептері бар ғой. Әр жерде болып жатқан, ол жыл сайын болып тұратын жағдайлар. Бізде өздеріңіз білесіздер, мынау жылу электр станциялары бар, құбырлар бар, желілер, мыңдаған шақырым. Мен мысалы үшін өзім өңірде істедім, мен бұның бәрін жақсы білем. Оның барлығы тозығы жеткен көбінің. Ондаған 20-30 жылдан бері олардың көбі жаңартылмаған. Мысалы үшін біз осы 30-35 жылдың көлемінде бір жылу электр станциясы салынды деген сіз хабар бар ма сізде? Мысалы салынған жоқ. Міне соның барлығы тозығы жеткен дүние әрине сыр береді. Сыр бергеннен кейін ол жаңағындай жағдайларға алып келеді. Сондықтан әрбір жағдайда, мысалы үшін болып жатқан әр өңірдегі оған жеке-жеке соған баға беріп, соны зерттеп, соны тексеріп, соған қарауымыз керек. Ал жаңағындай жалпы баға берген менің ойымша ол Господин Кошанов, вы как бывший аким Карагандинской области, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете то, что Кармет отдали человеку и вообще предприятию, которое никогда не занималось в этой сфере? Более того, есть такие опасения, что через вот этого акционера на комбинат может зайти российский капитал. Ваше мнение по этому поводу? Я думаю, компетентные органы, те органы, которые должны были заниматься, они приняли такое решение. И первое, что должны выполнить данная компания, это все обязательства они должны сохранить. В первую очередь социальные обязательства, это заработная плата. И главное, соблюсти, принять меры по безопасности труда. Нет, подождите, а вы же сами были акимом Карагандинской области, вас это никак, вот что получается, вас это никак не смутило, что до этого компания никогда не занималась в этом, то есть это человек без опыта работы, грубо говоря, в этой сфере. Вас, как бывшего акима, вот это никаких подозрений не вызвало? Я еще раз хочу сказать, те органы компетентные, которым я лично доверяю, они приняли такое решение. Поэтому я этому решению доверяю. Время покажет. Қырғызстанда мемлекеттік ту өзгерді. Біздің елдегі әнұраннан экс-президент Назарбаевтың атын алып тастау мәселесі жиі көтеріледі. Алып тастала ма болашақта? Бұл енді дәл қазіргі күнде күн тәртібінде тұрған мәселе емес қой. Келер жылы авторлыққа байланысты заң қабылданады деп жатыр. Сол кезде ескерілмей ме? Келер жылы. Ол заң әлі түскен жоқ бізге, сондықтан мен сол туралы бүгінгі күнде ақпаратты айтамын. Жалпы Назарбаев әнұран автор болуға лайық па? Енді кезінде сондай шешім қабылданды ғой. Біраз шешімдер қабылданды, өзгеріліп жатыр ғой жайлап. Господин Кошанов, вопрос такой, сейчас все у нас ведомства говорят о премиях и бонусах. Депутаты, наверное, не были исключением. Вот в каком размере получили премии депутаты? Депутаты, все госорганы, государственные органы получают премии в соответствии, насколько они сэкономили, в зависимости от экономии средств. Сколько сэкономил Мажилис?
Вот в данный момент я вам точно не могу сказать, этим занимается аппарат Мажилиса. И Но вот, премии были, да? Да. Вы можете сказать, были, нет? Лично я не получил. Да. Премии запланированных у нас нет, премия дается в рамках сэкономленных средств. Пожалуйста. Пока не было. А вот кого бы вы премировали из палаты? Ну, вы же год работали, да, с этими депутатами. Кого бы вы отдельно выделили? Кого бы вы премировали, может быть, в размере 10 размеров оклада премии? Ну, таких возможностей нет у нас 10 окладов, да, вот так сказать. Да? Я думаю, все депутаты работали хорошо. А как вы оцените тогда партийную активность? В этом году 6 партий зашло, вы дирижировали 6 партиями, да? Как вы оцените активность партийцев? То, что на сегодня у нас в парламенте работает 6 политических партий, 6 фракций, да, это на новый уровень поднял именно и политические дискуссии, и то, что работа нашего мажилиса. Вы это сами, наверное, замечаете по тем горячим дискуссиям и по тем обсуждениям, которые у нас имеются в мажилисе.